Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен манты дайындайтын боламыз. Өте ерекше болып дайындалады. Ең бастысы қамыры жұмсақ болып шығады. Менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біздер қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға 1 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз және де 350 грамм су құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне ұнымды саламын. Ұнымды 2-ге немесе 3-ге бөліп саламын. Осылай жартылаймен салып алып, қамырды кішкене қоюланғанша осылай қолыммен араластырып, жақсылап илей бастаймыз. Тағы да үстіне ұн сеуіп, осылай қамырымызды жинай бастаймыз. Енді соңында кішкене ұн қалдырамын және де осыны үстелімнің бетіне сеуіп, оның бетіне қамырымды қойып, жақсылап ие қанғанша қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды ең бірінші дайындап қойғанымыз жақсы, өйткені ол жұмсарып, жазуға ыңғайлы болып тұрады. Мінекей осындай қолға жабыспайтын қамыр илеп алдық. Енді осыны бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде мына жерде майсыз тартылған ет, сондықтан мен малдың майын қосамын. Мен осылай малдың майын теркіден үлкен тісінен өткізіп аламын. Сіздер мясорубкадан да өткізіп сала беруге болады. Осылай тартылған етімнің үстіне теркідан өткізілген майымды бірге араластырамын. Енді осының үстіне мен уақтап туралған капуста, жуа, морковь, перецтерімді қосатын боламыз. Жуамызды осылай видеода да турасаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Жанынан осылай 4-5 бөлікке бөліп аламын. Кейін полукольца етіп осылай жанынан тағы да турап шығамын. Және де осыны уақ етіп турап шығамын. Сол кезде жуаларыңыз әдемі болып, осылай уақ болып туралынады. Фаршының үстіне жуамды саламын. Содан соң перецімізді да осылай кубиктап, кішкентай етіп турайтын боламыз. Ең әуелі осылай ұзынша етіп турап аламын. Кейіннен кішкентай кубиктап турап шығамын. Бұны да фаршымызға қосамыз. Барлығын бірінен кейін бірін қосып отырамыз. Капустымызды ең әуелі осылай жұқалап жанынан турап алып, кейіннен бұны да кубиктап турайтын боламыз. Бұны кішкентай етіп турағандарыңыз жақсы болады, өйткені капустамыз ұзақ піседі. Сондықтан уақ етіп, мейлінше уақ етіп турағандарыңыз жақсы. Бұны да фаршымыздың үстіне қосамыз. Енді соңында морковымызды өткізетін боламыз. Теркамыздың кішкентай бөлігінен уақ етіп морковымыздың барлығын өткізіп шығамыз. Бұл жерде менде подливкаге де дайындап аршып қойдым морковымызды, және де бір жуалып қойдым. Бір жағынан подливкамыз де дайын болып қалады. Бір жағынан морковымызды салмамызға да кішкене ғана шетінен салатын боламыз. Полукольца етіп жуамызды турап аламыз. Мінекей видеода да кішкене ғана салсаңыздар болады морковымызды. Осылай мінекей салып алдым. Енді подливкамызды бір шетке қоя тұрамыз. Тұз бен бұршымызды салып аламыз.
Және де фаршымыз құрғақ болмау үшін осылай бетіне су құйып шығамыз. Енді барлығын жақсылап қолымызбен біріктіріп араластыратын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымызға кірісеміз. Үстеліміздің бетіне кішкене ғана ұн сеуіп, қамырымызды ыдысымыздан босатамыз. Енді осы қамырымызды екіге бөліп, жарты қамырымызды ыдысымызға салып, беті кеуіп кетпеу үшін міндетті түрде бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Енді жарты қамырымызды жақсылап тұрып, осылай оқтауымыздың көмегімен жазып шығамыз. Қамырымызды өте қатты қалың да емес, өте қатты жұқа да етіп жаймаймыз, орташа етіп жаямыз. Өте қатты жұқа қылып жай жіберсеңіздер, фаршыңыз сыртына шығып, қамырымыз езіліп кетеді. Өте қалың етіп жай жүрсеңіздер, жеген кезде қамырымыз қатты болып шығады. Сондықтан орташа етіп жайғандарымыз жақсы. Енді осыған фаршымызды салып, видеода да түйетін боламыз. Түйген кезде қамырымызды мінеке ішіне қарай түйеміз. Осылай бір-біріне ішіне қарай жабыстырып, кейін екі жақ жетін түйіп, осылай әдемі классикалық форма шығаратын боламыз. Мінеке осылай барлығын осылай түйіп шығамыз. Енді екінші жарты қамырымды да жақсылап оқтаудың көмегімен жазып шығамыз. Қамырды мен әртүрлі күйде кесе беремін. Алдыңғы қамырды мен осылай үстелдің үстіне жайып алып, жазып алып, содан кейін ғана барып кесіп шықтым. Ал осыда мен қамырымды осы оқтауыма орап алып, содан кейін осылай видеода да кесіп аламын. Енді осы видеодадай қолымыздың көмегімен өлшеп, барлығын осылай кесіп шығамыз. 4 бұрышты бірдей болып шығады. Және де артық қамырларымызды біздер бір шетке қойып, бетін жауып қоямыз. Сол кезде олды да жұмсарып, кейіннен жазып пайдалана беруге болады. Енді мантаваркамды майлап дайындап қоямын. Осының үстіне мантыларымды да жайғастыра беремін. Және де суымды қойып қоямын. Суым қайнағаннан кейін ғана барып, мантымды осының бетіне қоятын боламыз. Мінеке барлық мантымды жасап болдым. Енді осыны 45 минутта пісіріп аламыз. Ровно 45 минут піседі, одан артық болса езіліп кетеді. Енді подливкамызды дайындаймыз. Майымызды кішкене молырақ құямыз. Сол кезде майлы болып, подливкамыз дәмді болып шығады. Жуамызды салып, кішкене қуырып алғаннан кейін морковымызды бетіне салып, жақсылап араластырып, басылғанша қуырамыз. Енді жақсылап басылып қуырылған кезде тұз саламыз, міндетті түрде бұрыш саламыз. Бұрыш өте дәмін, тұздықтың дәмін өте жақсы келтіреді. Осыны да жақсылап араластырамыз. Осыны да жақсылап араластырып болғаннан кейін осының үстіне су құямыз. Су құйғаннан кейін қайнағасын, бетін жауып, асын азайтып, осылай пісіріп аламыз. Подливкамыз дайын болды.
Мантымыз да пісіп дайын болды. Енді осыны жақсылап әдемілеп тарелкамызға салатын боламыз. Мінекей осындай өте дәмі өте ерекше болып дайындалатын мантымыз дайын болды. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Сіздермен бірге болған Алтын Зер.